Баршаңа сәлем, менің есімім Бижанова Айдана. Көзді ашып жұмғанша жаздың соңына келіп қалыпты. Осы жазда көптеген қызықтар болды және армандарым орындалды. Біз жаздың бірінші айында Ташкент қаласына бардық. Ташкент қаласы өте әдемі қала. Менің Ташкентке баруымның себебі Disneyland. Қазіргі таңда Disneyland'ге барлығы барып жатыр. Менің тағы балалық армандарымның бірі аквариумға кіріп өз көзіммен балық акулаларды көру болған. Бұл арманым осы жазда орындалды. Мен өз көзіммен акуланы да балықты да көрдім. Мен Ташкентке барғаныма ешқашан өкінбеймін. Мен Ташкенттің арқасында екі арманымды орындадым. Сіздерге де Ташкентке баруға кеңес беремін. Және біз отбасымызбен тауға шығып өзіміз таза ауада демалып қайтқан болатынбыз. Осы жазда біз отбасымызбен өте көп уақыт өткіздік. Мен сол үшін қуанамын. Және де мен осы жазда лагерьге барған болатынмын. Лагерьге бару да менің армандарымның бірі болған. Мен осы арманымды орындадым. Мен лагерьге барғаныма ешқашан өкінбеймін. Мен лагерьдің арқасында көптеген достар таптым және адамдардың мінез-құлықтарын танып білдім. Мен үшін лагерьдегі достарым мәңгі жүрегімде қалады. Лагерь мен үшін танысу мекені. Мен жазда қыдырғаннан бөлек бос уақытымда Абай Құнанбайұлының «Қалың елім қазағым» атты кітабын оқыдым. Бұл кітап адамның сөздік қорын 100%-ға жақсартады. Сіздерге де кеңес беремін. Сіздер тек сөздік қорларыңызды жақсарта қоймай, Абайдың өлеңдері арқылы Абайдың қандай сөз, қандай нақыл сөз айтқысы келгенін білетін боласыздар. Егер де сіздер бұл кітапты алсаңыздар, ешқашан өкінбейсіздер. Бұл кітапты кез келген кітапханадан ала аласыздар. Ендеше сау болыңыздар.